Раньше как считали казахи? 4-90. Иә, 90, 90, 90. Иә. И вот эти 5 никуда не заходят. Ғылым жоқ, лаборатория жоқ, университет жоқ, институт жоқ. Мне кажется, в коррупции у нас такие тәжірибе отличный просто. Бізге қазір ең маңыздысы рух. Біздің рухымыз, халықтың рухы, халықтың мәдениеті. Когда сделали какой-нибудь караван-сарай, и там все разваливается, то это плохо. Оның маңында қаншама тарихи орындар бар. Арыстан бабымыз бар. Арыстан бабы, Қаншама әулиелердің орындары бар. Малый хадж Иә. это вот посетить Туркестан. Всех приветствую, 9-я территория by QG. В студии я, Арсен, и мой соведущий Азамат Кенесула. Азиге, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Азиге, вы давно в Астане? 2009 жылдан бастап тұрақты тұрамын, бірақ 2000 жылдан бастап келіп кетіп жүрген. Хоть раз участвовали в этих купаниях на набережной во время крещенских морозов? Хоть раз? Негізі бүкіл мен құрдастарым ішіндегі сондай салқын суға түскен адам бірінші мен шығар деп ойлаймын. Бірақ енді ол жаңа крещенский емес. Неше оқып жүрген, 3-ші сыныпта оқып жүрген кезде өзім өсіп жүрген қаздарым көлдің ортасында қалып қойып, мұз қатып қалған. Олар суда тұра береді ғой. Содан мұз қатып қалған, олар қалып қойды, шыға алмай қалды. Сол кезде екінші күні барып, сол қазды өзім құтқарып алу үшін сол салқын суға мұзды жарып түскен. Одан мен түскен жоқпын бірақ. Бірақ ол религиозный суға түсу емес. Я к чему говорю, обычно это же какая-то такое поверье, что вот в эти крещенские морозы холодно, и вот такие вот вещи с нами всегда. То есть это в основном русские, а у нас есть свои казахские, да? Мы можем также такие наблюдения, связанные с погодой, с изменением климата, с космологией, тоже наблюдать. Из казахских, например, что вы знаете? Енді бұрын ата-бабаларымыз аспандағы жұлдызға қарап, айға қарап, күннің батуына қарап, бәріне қарап, ертеңгі күннің қалай болатынын болжап отырған. Өз басым, мен енді кемпір шалдың қолында өскен балам, сонда қарап отырдым. Күн қызарып батып бара жатса, ертеңгі күн ыстық болады. Ай шалқасынан туса, тағы бірдеңе болады. Еңкейіп туса, керісінше бізге қарай жайлы болады деген сияқты. Сондай сенімдер өте көп болған. Оның аңыздары да бар, неше түрлі қазір әңгіме барысында айтып келген. Кстати, знаете, как по-казахски Юпитер? Юпитер. Это жесткое слово. Сүмбіле болу керек. Жоқ, сүмбіле это Сириус. Сириус екен ғой. Юпитер, қазір айтамын. Первое слово есек. Есек қырған. А знаете почему? Оның тарихы бар. Айта берейін бе? Давайте. Есек қырғанның маған тарихын атам айтып берген. Мен ол кезде 5 жаста болғам. Біздер қыстың күні желтоқсан айында ауылдан орталығына жолға шығатын болдық. Содан екеуміз ерте шығып кеткен. Күн қыстың күні кеш шығады ғой, күн деген. Сағат 5-те шықтық, дала өте қараңғы болды. Бірақ бір жұлдыз жарқырап тұрды. Сосын мен атамнан сұрағам, атамнан жұлдыз деген жарқырап тұр, күн сияқты деген деп. Бұл есек қырған деді, жаңа Юпитер. Оны неге есек қырған деген, соның тарихын маған айтып берді. Есек қырған деп айтқан себебі аңыз бойынша үлкен көш, негізінен есектерден тұратын, жүк артып алған үлкен керуен жолға шығатын болған. Сосын мұнша күн шыққан кезде, күн алға шыққан кезде жолға шығамыз, жүреміз деп. Содан ұйықтап бәрі демалып жатқан керуеннің мүшелері бір уақытта күн шыға қалады. Ойбай, күн шықты, кеттік, жолға шығамыз деп бәрі шығып кетеді. Жолға шыққаннан кейін біраздан кейін күн жоғалып кетіп, күн қайттан қараңғы болып, боран болып, алай дүлей болып, жаңағы керуеннің адамдары да, малы да бәрі де шығын болып қырылып қалған екен. Содан оны есек қырған деп атаған. Бұл сол жаңа Юпитер. Аңыз бойынша Юпитер жерге бір сәулесін шашып, жерге жақындаған деген, сондай күннің сәулесі сияқты сәулесін жарығын берген деген сондай бір аңыз бар. Содан бері қарай оны есек қырған деп атап кеткен деп айтып. Я тоже слышал подобное, но еще слышал другую. То есть связано это с тем, что есть утренняя звезда, Шолпан, то есть Венера. И вот на эту Венеру по преданиям ослы кричат. Кричат они, ревут. Вот, она приходит, она очень короткое время, когда ее видно. И это, в принципе, не так много времени. А бывает так, что под определенным углом вот этот есек кырган выходит раньше нее. Он выходит на час раньше, и по этим легендам, как будто ослы кричат целый час, и потом в одной из там сказок они умирают из-за этого очень массово. То есть они приняли ее за другую звезду. Шолпан тоже интересно. Я раньше думал, что это заимствование. Слово шолпан, оказалось тюркское. Потому что я проверял, в общем, в арабском, в персидском, знаете, как будет по-арабски шолпан? Зухра.
Зухра. Да, оказывается, Зухра это Шолпан, она же Венера. Чуть-чуть кішкене непотема, бірақ мысалға бирюзовый деген түс бар ғой, бирюза деген орыстар Фируза ғой? Фируза, кәдімгі парсының фируза деген теңіз түстес, жасыл көк түсті тастың. А это же, кстати, среднеазиатский, он был известен, стал благодаря вот экспедициям в Бухару, то есть это вот так называемый, то, что турки называют туркуаз. Это, по сути, фируза, то есть бирюзовый цвет. Вот такие вот интересные моменты тоже есть. Шолпан да сол сияқты, Зухра. Ну, Зухра просто интересно, то есть человека зовут, вообще в одной семье может быть Венера, Шолпан, три сестры и Зухра, и это все одно и то же как будто, да? Осындай жағдайға біз білместіктің кесірінен келдік те кезінде, білмей. Соны, мысалы, күлің бүгінге дейін білген, енді бәрі білім жатырмыз ғой. У меня есть знакомый, у него дядю зовут Абдыкул. Абдыкул это интересно, потому что Абд это кул, и кул это кул, то есть он раб. Негізі анау жаңа Алла тағаланың 99 есімін атын қойған кезде алдына міндетті түрде әбдін қойған ғой. Әбдірахым, Әбдірахман, Әбдіжаппар, Әбдіғаппар деген сияқты. Бұлар енді қателесіп білместіктен ғой, Әбдіқұл деп. Мне нравится Абдыхалык есть имя. Такое, немножко социалистическое, конечно, но все равно прикольно. Вот, что касается этих еще вещей, когда вот про астрономию мы говорим и про летоисчисление. Вот вы же с Запада. Бесқонақ это же ваша тема. Дұрыс айтасыз. Бесқонақ біздер бала кезімізден көзімізден ашқанынан бастап Бесқонақты білетінбіз. Бесқонақты және 14 наурызды көрісу күні дейді ғой. Көрісуді бір жақ аймақтарда адам өлген кезде, қайтыс болған кезде көріседі, сол кезде көрісу деп атайды. Бұл жаман сөз. Бірақ көрісуді көру деген сөз ғой. Кездесу, көру деген сөз. Но после долгой зимы, да, видится. Бесқонақ деген бізде болған. Бесқонақты кәдімгі білетін, ол периодты қай кезбен, қай аралықта болатынын білетін. Оған дейін жаңа малды кішкентай жаңадан төлдеген лақты, қозыны, жас малды далаға шығармайды оған дейін, және ол аралықта жолға шықпайды. Өйткені қазір жердің бәрі гүлдеп, шөп шығып, керемет ап-ашық болып тұрады. Бесқонақтың кезінде жаңағы 5 күннің ішінде алай-дүлей боран болып, қайттан қар жауып, адам шығынына, мал шығынына ұшырауы мүмкін. Соған кәдімгі мән береді. Ол табиғаттың құдіретті күші деп, оған жай ғана бір 5 күн деп атамаған, қонақ деп атағанда, қонақ біз үшін құрметті нәрсе ғой. Бұл қонақ келеді, оны біз күтуіміз керек деген сияқты. Қонақ, потому что он же, как вы говорите, раньше как считали казахи? 4 тоқсан. 4 тоқсан. И вот эти 5 никуда не заходят. Это қонақ получается. Но они, правда, всегда в одно время, по сути, плюс-минус. Негізі көп атаулар көп болған. Біздер мысалы қазір планетаны ғаламшар деп атау қиналып жүрміз. Баяғыда біздің ата бабаларымыз планеталарды қыдырма жұлдыздар деп атаған. Қыдырма жұлдыздар. Яғни қыдырып жүре береді де. Бесқонақты примерно жаңа өзің айтып отқанда сияқты. То же самое с этим Құс-жолы, например, да, мне очень нравится, как он называется. То есть обычно мы называем Млечный путь, да, вот это калька с латинского, а своего рода это перевод с греческого изначально, как будто, ну, разлили там молоко и вот это. А у нас вот по миграции птиц. Оно красиво, наблюдательно. У китайцев Серебряная река называется, у арабов там Мучной путь. Вот, а у нас вот Құс-жолы. Очень красиво. Біздерде кез келген нәрсенің бәрін ғылым жоқ, лаборатория жоқ, университет жоқ, институт жоқ, бірақ кез келген нәрсенің бәрін нақты функциясын білгенде, мысалы енді кішкене темаға сәйкес келмейді, бірақ дегенмен де атауға байланысты айтып отырмыз. Мысалы жаңағы поджелудочный железаның қазақшасы қалай еді? Жоқ, поджелудочный ұйқы безі. Ұйқы безі. Оны орыстар поджелудочный железа деп айтқан орыс тілінде. Өйткені оны ашып көрген, асқазанның астында тұрады без. Ағылшын тілінде ол the pancreas деп аталады. Түріне қарайды, тасбақа сияқты. Это латинского. Иә, бізде ұйқы безі, оның функциясын не үшін жауап беретінін тіпті білгенде, сол сияқты жаңа сенің айтқандай Құс-жол деп нақты конкретно айтқан. Сол бағыты, негізгі миграцияның бағыты, кез келген нәрсенің функциясын білгенде, ол не екенін білген. Қандай? Ну вот с Темір-Қазық то же самое, да, то есть она вот как будто вбита в центр, и вокруг нее движется, она нет. И жеті қарашы тоже удобно, в принципе. Хотя это там уже больше мифология. Сонымен жүресің, шатаспайтын бітті. Атында нақты қойғанда Темір-Қазық бітті. Қақтың, қазықты, сонымен жүресің, адаспайсың, шатаспайсың. Ну вот вы, наверное, слышали про Құралай Салқыны. В любом случае. Ну расскажите тогда. Раз сегодня у вас прям этот Құралай Салқын енді мен де бұрын ойлайтын, неге Құралай Салқын деп атады? Ол жайдан жай нәрсе емес, неге нақты сол момент деп. Это примерно в мае всегда. Менің бір естіген ақпаратым бойынша еліктер жалпы ана мал төлдеген кезде, сиыр туғанда, ешкі болсын, не болсын, үй малдардың бәрі туған кезде кез келген лағын, төлін, үстін жалап кептіреді.
жалайды, кептіреді, үстіндегі жаңағы пленканы алады. Менің естуімше нелерде, киіктерде ондай қасиет жоқ, олар жаламайды. Олар сол желдің қатты соққанын немесе қатты жаңбырдың жауғанын күтеді. Желмен үстін кептіреді, жаңбырмен үстін жуып тастайды жаңағы пленканы. Сол үшін олар сол нақты сол моментті пайдаланады. Яғни ол салқынды біледі. Адамнан бұрын оларда жаңағы өзінің интеллектісі бар, белгілі бір деңгейде сол салқын моментті пайдаланады. Және сол кезде шығатын бір өсімдіктің түрлері бар. Жапырағы үлкен, атын қазір есімде жоқ, ұмытып қалдым. Сол жапырақтың қасына барып тууға тырысады деген де ақпарат бар. Жапырақ үстін жауып жатады, жаңағы лақтың аяғынан тұрып кеткенше, хотя еліктің они сразу встают. Сразу тұрып кетеді бірден. Бірақ сол дегенмен де жауып жатады екен белгілі бір кезеңде. Сонда аң, құс, аспаннан ұшып келе жатқан құстар, жыртқыш құстар байқамайды. Я слышал также версии, что потому что сильный ветер, они так приспособились, что они бегут против ветра, чтобы максимально себя изнурить, и только потом рожают. Это очень важно, потому что эти схватки, все, что связано с деторождением, ну, не деторождением, а окотом, да? Окот, yeah. Окот. Вот, это раз. Два. Пуповина, все эти вещи, когда тепло, то могут уже в то время быть в типе мухи и так далее. Это очень плохо для вот этих вещей. А когда холодно, оно успевает зажить, и потом как бы заражения не бывает. Ну и третье, очень важное, в это время, поскольку они сразу встают на ноги, вот эти вот молодые хурлай, маленькие точнее, они ходят сразу и при холоде и дожде получают максимально хороший иммунитет. То есть они сразу уже готовы. Да. И вот в этом плане, ну, очень интересное такое, как бы скажем, замечание наших предков, что они вот увидели, что так оно случается. Біздің ата-бабаларымыз кез келген нәрсеге мән бергенде, және оны білген, жылдар бойы бақылап жүрген, түртіп жүрген дегендей. Ну, это тоже очень важно на самом деле. Мен енді мүлдем бұның бәрі бірыңғай фольклор деп есептемеймін. Дегенмен де бізде бәрі ғылым болды. Мысалы, жаңа Ұлықбектің обсерваториясы. Оған дейін де біздің территориямызда аспан денелерін бақылайтын орындар болғанына мен өзім ешқандай күмәнім жоқ, және сенемін. Просто бізге жетпей қалды, оның бәрі бұзылды, қиратты, жоқ қылып жіберді. Ну да, Улугбек все-таки он там тимурит и больше к узбекам, но тем не менее тоже наше центральноазиатское наследие, скажем так. Бәрімізге ортақ қой енді. Ортақ Азия. Ортақ Азия, орталық Азия дұрыс айтасың. А мы прерываемся на нашу рубрику QG. Азеки, а вы когда-нибудь слышали про фестиваль Хан-Қорық? Шынымды айтсам, естімеппін. Смотрите, Казак Geography устраивал эти фестивали для, скажем так, культурно-патриотического воспитания молодежи. Они проводились на различные темы, связанные с культурой, историей Казахстана. Студенты из разных регионов Казахстана, в том числе из других стран, то есть из Оренбурга, из Нукуса, наши вот казахские дети, они вместе собирались. Например, один был приурочен к 550-летию Казахского ханства. То есть вот такое вот патриотическое культурное воспитание молодежи. А я напоминаю, что это рубрика QG, можно выиграть приз. Мы слушаем Азамата. Сегодня у нас разыгрывается термос. Азамат задает вопрос зрителям, которые могут ответить в комментариях. Кто первый ответит, тот и выиграет. Қазір бізде қызық нәрсе бар. Мысалы, бізге көптеген терминдер шетелден еніп жатыр, ағылшын сөздер. Мысалы, сноуборд, блэкборд дейміз, ол түріне қарайды. Блэкборд яғни қара тақта, сноуборд, қар тақтай деген сияқты екі сөзден құралған. Біздің тіліміздің бай болғаны соншалықты бірақ қана сөзбен кез келген нәрсенің атауын білдірген, бірақ қана сөз. Сондай сөздің бірі алқынды деген сөз. Алқынды деген сөз не деген мағынаны білдіреді. Бұл біздің күнделікті сөздің айналымынан түсіп қалған, бірақ ол бір заттың мағынасын білдіреді осы сөз. Алқынды сөздің мағынасы қандай? В общем, вопрос вы слышали, участвуйте в викторине, пишите в комментариях, можно выиграть реальные призы. Выходят интересные новости по поводу Туркестана. Сначала разразились СМИ статьями о том, что Туркестан в плане затрат на него страшно очень неприбыльный, и в плане туризма он совершенно не вытягивает. Вот, и по этому поводу очень много было общественной дискуссии. Сейчас вот Аким Туркестанской области тоже выступил, что вы неправильно считаете, вы неправильно говорите и так далее. Но я вижу, что это действительно есть такая, ну скажем так, линия недовольства по поводу того, что слишком много денег в Туркестан уходит и слишком неправильно эти деньги расходуются. Что вы по этому поводу думаете, уважаемые Азеки? Енді мен ойлаймын, бұл жерде бір екі моментті біз жақсылап ескеруіміз керек. Біріншіден, анау ақталатын, өз-өзін ақтайтын жобалар болады. Ол өз-өзін ақтайтын жобаға қанша қаражат жұмсалса да, ол ешқашан көп болмайды. Түркістан өз-өзін... Мысалы, ЛРТ.
енді ол басқа қалжың ғой. ол басқа тақырып. Мен айтып тұрмын, екі жағдай болады, ақтайтын және ақтамайтын деп. Бізге қазір кез келген жалпы ел мемлекет болып қалыптасып кету үшін бізге қазір ең маңыздысы рух. Біздің рухымыз, халықтың рухы, халықтың мәдениеті. Я думал, ең маңызды экономика. Жоқ, меніңше маңызды, енді субъективті пікірім, бірақ енді көпшілік келіседі деп ойлаймын, ең маңызды сол нәрсе. Біздің рухымыз кемшіндеуі. Біздің рухани діңгегіміз, қазығымыз осы Түркістан. Сондықтан да енді екінші мәселе, біз қаражат көп дейміз, басқа дейміз, ол қандай критериймен өлшеніп жатыр, көп деген? Ну, есть же KPI, просто эффективность вложений. Когда сделали какой-нибудь караван-сарай, и там все разваливается, то это плохо. Когда реставрацию делают совершенно бутафорскую и уничтожают аутентичные там элементы былой архитектуры, это плохо. Когда вокруг акимата хороший сад, а все остальное погрязло в нищете, это плохо. Когда ты идешь по Туркестану, тебе говорят, извините, тут сейчас пройдет президент, идите там в огород, там посидите и не выходите из отеля, это плохо. Вот это плохо. Бұл жерде де екі момент бар. Біріншісі, бәрі тәжірибемен келеді. Бұл да біздің тәжірибемізде болмаған нәрселер. Бұндай кемшіліктер ол адам жүрген жерде ондай нәрселердің болуы заңды нәрсе. Мне кажется, в коррупции у нас таких тәжірибе отличный просто. Енді ол жемқорлық деген ол басқа мәселе. Ол басқа мәселе. Одан кейін екінші, ол кез келген нәрсені, кез келген жобаны апробировать ету керек. Тәжірибеден, сынақтан өткізу керек. Мысалы, жаңағы қазір Түркістан маңайында біз енді үнемі негатив жағын айтамыз, негатив көп, бізде позитив жағын айтпаймыз. Позитивный жағы, мысалы, Түркістанның аңызақ, жел, 12 ай бойы борап тұратын топырақты қазір тоқтатудың амалдарын жасап жатыр. Не істеп жатыр? Түркістан маңайына үлкен жасыл желек, жасыл белдеу, орман отырғызып жатыр. Орманды әкеліп құрғақ жерге, жаңағы несі, табиғаты, климаты шұғыл континенталь, резко континентальный жерге келіп отырғызып салған шықпайды ол. Ол қайдан шықты? Ол біздің одан тәжірибеміз болды. Ол тәжірибе қайдан келді? Ол Астананың айналасына, елордамыздың айналасына орман отырғызып, көрді, білді, ғылыми база қалыптасты, мәлімет қалыптасты, содан кейін бар, соны қазір емін-еркін апарып сол жерге орналастырып жатыр. Дәл сол сияқты қала салу, қаланы қалпына келтіру, көтеру дегенде ол да тәжірибемен келесіде дәл сондай, мысалы біздің Нет, давайте так. Когда вот про Астану хорошее очень сравнение. И вот люди же ругаются, потому что Туркестан становится второй Астаной, дырой, в которую вкладывают деньги, где там придумали какой-то план. И, ну, если раньше народная стройка была Астана, сейчас народная стройка Туркестан. Енді қазір елордамыз салған, онда қаншама адамдар мүлдем бұл елорда болуға жарамайды. Жаңа айтып отырған жасыл белдеуіміз өспейді деген. Сол кездегі президентімізге айтқан елбасына өспейді мына жерде деп. Өсті ғой, бәрі шықты ғой. Өз-өзін ақтады. Мысалы, сіз қазір осы Астананың, Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны болғаныңызға өкінесіз бе? Өкінбейсіз ғой. Қазір солтүстіктен Астанамыз салды, өзіміз. То, что стала столицей, я рад. Как она стала столицей, не рад. Енді столько, то есть можно было сделать город намного лучше, чем он есть сейчас. Надо признать, это страшно. Жоқ, кез келген мысалы соғыста адамның шығынсыз, техниканың шығынсыз болмайды ғой. Примерно сол сияқты нәрсе ғой. Бұл да күрес. Күрестің жолында бәрі болады. Шығын да болады, басқа. Ну давайте вот Туркестан, он важен. Для казахов очень важная веха, да, скрепа. Вот наш Туркестан — это наш духовный, как вы говорите, центр. Согласен. И еще важно, что для Казахстана вот он остался из всех вот городов Центральной Азии, средней, там Самарканд есть, да, ровесник Рима, там Бухара, Хива, Хорезм. Туркестан наш. И вот очень важно, что у нас есть вот кусочек вот этой вот старой, древней, среднеазиатской истории, и мы должны его вот как-то в этом плане пестовать. И мне поэтому, суть, обидно, потому что это очень-очень тонкий должен быть подход к этому всему, чтобы не... То есть там вот эта глазировка, да, вот эта вот на стенах, ее до сих пор в мире не могут воспроизвести. Не дай Аллах, что случится так, что ее придется там реставрировать, кто-то замажет стены белым, как это бывает иногда. Но у нас же есть пример там Сарайшика, который тоже типа очень важен, на самом деле это супер город был в свое время. Супер важен, но он настолько заброшен, никто не интересуется, а надо бы. И поэтому Туркестан, он важен, да, это столица тюркского мира, сейчас там саммиты должны проводить, через него сейчас... Дұрыс айтасың, жаңа өте жақсы ремарка айттың. Бұл тек қана Түркістан тек қана біздік емес, бұл бәленбай құрамына ондаған 50-ден астам ұлттың басын біріктіретін түркі дүниесі деген ұғымның соның орталығы. Бұл тек қана біздік емес. Ойлаңызшы, қандай глобальный. И название Туркестан, это же не просто город. Туркестан — это целый регион. То есть от Синьцзяня
до, там, не знаю, до Каспийского соның моря. символикалық атауын алып отырған Сильно, қала. сильно. Сондықтан да біздер бұған міндетіміз еді. Біздің тарихтың алдындағы, бүкіл түркі дүниесінің алдындағы міндетіміз еді. Бұны қалайда қалпына келтіріп, енді қазіргі нарықтық қатынастар, қазіргі подход басқаша ғой. Қазір оны таныту үшін неше түрлі жаңа пиар ходтар жасау керек, әрекеттер жасау керек. Сейчас рейсы передвинули в Туркестан. Ну, насколько это экономически целесообразно, непонятно, но, с другой стороны, можно посмотреть. Поедешь в Ташкент, через Туркестан лети, 2 дня в Туркестане, отдохни, красиво. Әлбетте. Оның маңында қаншама тарихи орындар бар, Арыстан бабымыз бар, қаншама әулиелердің орындары бар, қоныстары бар. Ана жерде сәл жүрсеңіз 120 километрден Отырар қаласы бар, 120 емес даже, одан да аз. Отырар қаласының орны бар. Да, там Сайрам. Бұл негізі Түркістан қаласын жаңғырту бүгін ғана басталып кеткен жоқ ғой. Осыдан 2-3 жыл бұрын басталып кеткен жоқ. Бұған дайындық біз тәуелсіздік алғаннан бері қарай жүріп жатыр. Қаншама қазба жұмыстары жүргізді, қалаларды қалпына келтіру жұмыс. Яғни ол бірден оның алдында қаншама мемлекет аралық келісім шарттар, келіссөздер жүргізілді. Мысалы Түркістанға келген адам жаңа айтып отырған Ташкенттің де, Самарқандың да, Бұхараның да, Хиуаның да қамтып кету жағын бір тұтас туристік маршрут жасау туралы, оның барлығы бәленбай жыл бойы келіссөз жүргізіп жатыр. Соның нәтижесі енді біртіндеп қазір келе жатырмыз. Осы жобаның бір апогеясына, нәтижесіне келе жатырмыз. Согласен. Вопрос-то не в том, что развивать Туркестан или нет. Здесь вот вопрос не должен стоять так. Туркестан очень важен. И очень важно не испортить что-то там. Очень важно не превратить его в что-то бездушное, коммерческое там, или административное. Он должен быть именно таким, каким он является, духовным центром силы. Это просто точка, которая сама собой обозначает всю нашу историю. Всю казахскую историю можно уложить в одну фотографию Туркестана. Все сразу понимают, что там Тайхазан, что там захоронение наших ханов. Я думаю, ни у одного казаха, вот посмотрев или посетив мавзолей, не бывает так, что у нас струны души не играют. Ни у одного. Тағы да бір жақсына ойлап отырған нәрсені ұмытып бара жатырмын. Жақсы есіме салып жібердім. Маған салса, мысалы қазір солтүстігімізде біздің ультра заманауи қаламыз бар. Астана, елорда, Нұр-Сұлтан қаласы. Оңтүстігімізде Түркістанды жандандырып жатырмыз. Біздер 4 полюсімізді маған салса түгендеп тастаушы едім. Батысымызда Сарайшықты қалпына келтіріп, немесе соның маңындағы бір ірі елді мекенді, және дәл сол сияқты шығыста да сондай бір үлкен бір рухани орталық қалыптастырушы едім маған салса. Сонда біздің төрт бұрышымыз түгел бір өз-өзімізді іштей бір қанағаттанатын ұлт ретінде, мемлекет ретінде ары қарай дамушы едік. Ну, то есть, да, у каждого региона есть свой такой маленький. Енді өзің жаңа Сарайшықты айтып отырсың ғой. Ну, Сарайшық просто вот у меня всегда обидно, потому что он забыт, да. А вообще очень важно, что вот вы говорили же про дух, да, про рух. Какое-то время, очень долго, да, многие, кого не спросишь на улице, реально думали, что малый хадж это вот посетить Туркестан. Конечно, в традиционном исламе ханафитского масхаба такого нету, но есть все-таки и суфийские течения. И вот эти вот суфийские течения, они настолько в голове отложились, что надо поехать в Туркестан, надо это сделать. Это вот как малый хадж. Хотя, я повторяю, такого понятия, как малый хадж в Туркестане, нету. Но это наше вот казахское такое желание. Ну, оно связано с другими вот вещами. Мысалы, Сарайшықты қалпына келтірсе, оның потенциалы, басқа саяси жағынан да, идеологиялық жағынан алсақ та, Сарайшық қазір дайын тұр. Кеше енді президент әкімшілігі деңгейінде үлкен Атырау қаласында Сарайшыққа байланысты үлкен жиын өтті, естіген шығарсың өзің. Бүкіл қазақтың мықты ғалымдары, еліміздің мықты тарихшылары, археологтары жиналды. Мемлекеттің бастамасымен. Алтын Орданың орталығы, ордасы ретінде. Бұл да жайдан жай емес, бұл кезекті осы мынау біздің рухани орталықтарымызды жаңғыртудың келесі бір сатысы, келесі бір жұмысына дайындық деп есептеймін. Ну, будем надеяться, что там сделают хорошо какой-нибудь красивый, вот именно что, исторический парк. А не как в Туркестане, когда в караван-сарай там в основном поесть-то, попить, повеселиться. Мазмұндық жағын айтып, содержательный жағын айтып тұрсың ғой. Жаңа өзен шайып кетуіне байланысты осыдан 26 қыркүйек күні мен бардым. Сол кезде көрдім, өзеннің жаңағы ескі қаланың орны шайып кетеді деген жағын, жағалауын бәрін бетондап тастапты. Яғни ол жерде қазір эрозия тоқтады деп айтуға болады. Будем надеяться. Потому что я думаю, что когда-нибудь у нас руки дойдут до Сарайшиха, при том, что это важно не только с точки зрения Золотой Орды, да, нашей преемственности, но там лежит хан Касым, величайший из наших ханов. Это надо не забывать. Поэтому оно в том числе и казахское.
Вот поэтому ол жерде жаңағы рухани бір өзек діңгек жатыр деп айтып отырғаным сол. Поэтому мы должны просто развивать это. Да, главное с умом. Вопрос главное с умом, чтобы это не стало какой-то коррупционной кормушкой там или таким, ну, стройкой века, когда все обиделись. Енді одан да кетеміз біздер. Ол ондай менталитеттен де тырнақшаның ішіндегі ондай әрекеттен де кетеміз. Ондай зиялы қоғамға біз келеміз. Будем надеяться. На этой хорошей тоне закончим. Рахмет за дискуссию. Саған да рахмет. Рахмет.